қалай ойлайсыздар? Аналарға не нәрсе ұнамайды? Иә, балаларының таза киімдерін бүлдіріп келгені, кір-қожалақ болып жүргені ұнамайды ғой. Ал енді мына әлемді жылатқан роликке қараңызшы. Балаларын мектептен күтіп алуға барған аналар, олардың кір-қожалақ болып әбден балшыққа малынғанын көреді. Аналар түрлі эмоцияға беріледі. Бірі ұрсып жатты, бірі не жыларын, не күлерін білмеді. Осы кезде дәл қасында тұрған экранда бүгінгі үздік оқушы, тәрбиелі бала деген видеоролик қосыла кетті. Ол жерде арба итеріп келе жатқан қарт кісінің балшыққа құлағаны көрсетілген еді. Оны көрген балалар ойланбастан ол кісіге көмекке келеді. Олардың жүректері тап-таза, пәк қой. Тіпті аналарының үстіңді кір қыласың деп ұрсатынына да мән берген жоқ. Өйткені олардың ойында үлкен кісіге қалай көмектесемін, қалай жәрдем беремін деген ғана ой тұрған еді. Оқиғаның қалай болғанын көрген ана жүрегі езіліп кетті. Жүрегі жарылардай қуанды. Балаларының дәл осындай қадамға баратынын ойламағандай еді. Олар балаларымен мақтанды. Жүректерін қуаныш кернеп, көз жастарына ерік берді. Бұл Таиландта жасалған тәжірибе еді. Бұл роликті көріп мен де көзімнің жасын сығып алдым. Расында әсерленбеу мүмкін емес. Негізінде адамның жаны жақсылық жасаудан рахаттанады. Иә, киімнің дағын кетіру оңай. Ал баланы тәрбиелеу даналықты қажет етеді. Мінеки, баланың жүрегі пәк, өзгелерге көмектескісі келіп тұрады. Алла тағала адамның жүрегін әу бастан солай жаратқан емес пе? Жүре келе, жүректің қатаюы да өзімізден. Жүрегіміз қараймасын, қатаймасын, айналамызға мейірімділікпен қарап, қамқор болып қарайласып жүрейік. Бұл қарайлас жобасы.